жылдың 27 тамызы күні Ұлттық банк теңге купюрасының үлгілерін бекітті. Қазақ валютасын өмірге келтірген суретшілер Тимур Сүлейменов, Меңдібай Алин, Ағымсалы Дүзелханов, Қайролла Әбжәлелов. 1992 жылы теңге дизайнындағы портреттер бекітілді. Теңге Ұлыбританияда Делару фабрикасында басылып шықты. 1993 жылдың 12 қарашасы күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасында ұлттық валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Араға 3 күн салып, Қазақстанның ұлттық валютасы теңге айналымға енгізіледі. Теңге бірінші айналымға кірген күні $1 4,75 теңге болып бекітілді. Қазақстанда ақша басып шығаратын өз фабрикамыз 1995 жылы ашылды. Соның арқасында Қазақстан ерекше атаулы күндерде мерекелік банкноттар шығаруға мүмкіндік алды. Ұлттық валютаның атауына сом, ақша, алтын секілді атаулар бақталас болған. Яғни теңге атауымен бірге осы нұсқалар да таңдауға түскен. Ең алғашқы төл теңгемізде қазақтың ұлы ойшылдары, күйші ақындары мен хандарының бейнесі бейнеленгені есімізде. Атап айтсақ оларда Әл-Фараби, Сүйінбай, Құрманғазы, Шоқан, Абай, Әбілқайыр мен Абылай хандардың суреті болған. Қазақстан ұлттық банкі 2006 жылы айналымға жаңа дизайнды банкноттар дайындап шығарды. Бұл банкноттар 200 теңгеден 10.000 теңгеге дейін. Ұлттық валютадан тарихи тұлғалардың бейнесі алынып тасталды. Жаңа үлгідегі банкноттар бірыңғай стильде жасалды. Онда заман талабына сай өзгерген Қазақстанның қазіргі келбеті айшықталған. 3 теңгелік номинал жоғалып, бірден 100 теңгеге дейінгі қағаз ақша темір теңгеге айналды. Теңге банкнотасы 3 жыл қатарынан 2011, 2012, 2013 жылдары дүние жүзіндегі ең әдемі қағаз ақша ретінде танылды.